Ол бір жыл мектепте мұғалім болған, біраз жауапты қызметтер атқарған. Пиар саласының қыр-сырын жақсы меңгергендіктен болар, үнемі журналистердің назарында жүретін. Қазір футболдан парламент командасының белді мүшесі. Әуесқой фото суретші. Жалғыздың үні шықпайтын жақсы түсінетін саясаткер әрі төменгі палата депутаты Мұрат Әбенов бүгін біздің кейіпкеріміз. Мұрат Әбенов жасы 44-те, бір ұл, бір қызы бар. Математика және информатика пәнінің оқытушысы, заңгер. 1990 жылы мектепте мұғалім. Араға бір жыл салмай Қызылорда қалалық білім беру бөлімінде инспектор. 3 айдан соң Қазақ мектеп-лицейі директорының оқу ісі жөніндегі орынбасары. 1992 жылы қалалық әкімдікте баспасөз және қоғамдық пікірді болжау маманы. 1993 жылдан 99 жылға дейін жеке кәсіпкерлікпен айналысқан. 1999 жылдан бастап Қызылорда облысы әкімі аппаратының ұйымдастыру және бақылау бөлімінде кеңесші. 2002 жылы мемлекеттік қызмет істері жөніндегі басқарма басшысы. 2002 жылы аталмыш облыстың ішкі саясат департаменті директоры. 2005 жылы облыс әкімінің орынбасары. 2007 жылдың ақпанынан тамызына дейін облыс әкімі аппаратының басшысы. 2007 жылдың қыркүйегінен мәжіліс депутаты. 2008 жылы ерен еңбегі үшін медалімен марапатталған. Сондай-ақ ол Республикалық гандбол федерациясының вице-президенті. Саясат жаяу мысалардың семесі. Сіз бұл жерге келу үшін не істеп, не тыңдарып үлгердіңіз? Байлықпен санайтын болсақ, жаяу мысалдарға жатамыз. Өзім шыққан жанұян, қарапайым жанұян деп айтуға болады. Мысалы, анам аспазшы болатын болса, әкем мұғалім болды. Егер ішке мысалы дүние немесе алға қарай ұмтылысты айтатын болса, мен жаяу мысал деп өз-өзіңді айта алмайсың. Бірінші рет мемлекеттік қызметке конкурс болды. Ең бірінші мысалы соған қатысып көрдім. Ең бірінші рет ішкі саясат департаменті ашылды. Мен соған барып істедім. Барлық жерде бірінші болып жүрсіз? Жоқ, мен ойымша, жаңалықтан қашпау керек. Кейбір адамдар айтады, мысалы, біз байқауымыз керек, күтейік деп. Мен ойымша, мысалы, қауіптен қорқа берсе, тәжірибе жинамайсың. Ал тәжірибе алмау бұл үлкен қателік. Сол себептен әр тіршілік, жаңа тәжірибе алға сүйрелейді. Сіздің шынымен бұқараға жаныңыз ашиды ма, әлде ол депутаттық қызметтің бір негізгі талаптарының бірі болғаннан кейін халықпен жақындасып, сайлаушылармен жүздесіп жүресіз бе? Бір күнде өзгеріп, бір халықтың қамын ойлайтын адам болып қалу қиын. Осы уақытқа дейін, мысалы, қай жерде жүрсең де, мысалы, көпшіліктің арасында жүрміз, халық өз бағасын береді. Мен өзіме дәл осындай деп баға бермеймін. Халыққа ұнайым деп өтірік айту менің принципіме жатпайды. Команда деген бар, қазір. Командада жұмыс істеу, біреудің жаңағы командадағы бар адамның үдесінен шығу, кез келген жанның қолынан да келмейді, кез келген жанның оған шыдамы да жетпейді. Сізде қалай бұл жақ? Мемлекет тұрғыда айтатын болсақ, бәріміз, мысалы, елбасының командасымыз, Нұр Отан саяси партиясының командамыз. Ол жағынан айтатын болсақ, ол команданың бір үлкен мүдделер, үлкен мақсаттары бар. Ондай командаға жұмыс істеу де, көну де тәртібіне, мысалы, әрлікпен қарап, мысалы, әр нәрсеген дұрыс шешу де ол жақсы, мысалы, оған көнуге болады. Кіші команда деген кету керек, ол кететті. Қазір заман талабы қандай, мысалы, қай қызметте жүрсіз? Кіші команда деген ұрумен, топпен, жерлестікпен, бір қаржы топтар бар, сондай командалар бар. Ол бізде құртатын сол. Сыбайлас жемқорлыққа әкеліп соқтыратын сол. Қызметте дұрыс шешім жасалмайтын да сол. Себебі команданың мүддесімен жасайды. Ол өте қиын. Команданың көңілінен шығу үшін, ұнау үшін қандай қасиеттер, қандай мінез болу керек сол азаматтардың бойында? Ең бірінші кезекте жақсы идея болу керек. Екінші профессионализм, жаңағы маманданған жақсы маман болу керек. Үшіншісі ауызбіршілік керек. Онсыз болмайды. Қалай ойлайсыз? Сіз экономистсіз, есеп қисапқа жақынсыз. Математиксіз. Маңдай шеріңмен тапқан ақшаны жұмсаған оңай ма, әлде мемлекеттің қаржысын шашқан оңай ма?
маңдай термен тапқан ақша жұмсау оңай емес. Себебі сен еңбекпен тапқаннан кейін бағалайсың. Екінші жағы оңай, себебі біреуге бір жоқ, өз ақшаңды тапқан. Екінші жағы, мысалы, бір жағы ойланасың, екінші жағы біреуге бір көмек болып, бір қажет болған кезде көмектесуге оңай, себебі өзің таптың, соған бір көңілің жақсарады, себебі қолынан келді. Мемлекеттің қаржысы әрине үлкен жауапкершілік. Қазіргі кезде сол себептен оны сұрау көп. Бір адам ұялғаннан дұрыс жұмсайды, екінші жағынан қорыққаннан дұрыс жұмсау керек. Басқа оның әдістері жоқ. Білесіз бе, айту оңай, кез келген нәрсені. Мысалы, менің ұстанымым осындай, өмірлік қағидам осындай. Негізі депутат болғаннан кейін мынадай қызметтерді адал атқаруымыз керек, аманатқа қиянат жасамау керек деп айту, әдемі сөйлеу. Жалпы барлығының қолынан келеді, бірақ соны жүзеге асыру келмейді. Енді ол құр сөз айту дәлелі болмағаннан кейін әрине болмайды. Оны дәлелі жұмыстың нәтижесі. Нәтижесі жұмыс деген адам болатын болса, ол ұзаққа бармайды ғой бәрі. Осы парламенттегі жеңілісіңіз бен жеңісіңіз қайсысы сіздің? Енді дәл менікі деп бөлек айтуға болмайды, себебі бұл қоғамдық жұмыс, көпшілік ұжым болып шешілетін нәрсе. Бірақ мен кейбір көтерген мәселелер мысалы шешілім тапты. Мысалы мұнай компанияларына қатысты ластаушы заттарды ауылға жіберген, мысалы өткен жылы бұл мәселені көтердік. Салық кодексінің шешімін тапты. Арал мәселесіне қатысты проблемалар көтердік, ол шешімін тауып жатыр. Күрішшілердің проблемасын көтердік, ол шешімін тапты. Ал мүлт кеткен жерлеріңіз қайсысы онда? Қателер бар. Мысалы заң жобаларында қабылдаған кезде, кейбір кезде бір жұмыс көлемі көп, сапалы барлығын қарай алмайсың. Мысалы, өз жұмыс тобына кірмейсің, бірақ сол заңды әттегені сол өтіп кетті. Мен сол кезде бір басқаша қарауым керек екендігі. Бір жағынан ақпарат жетіспейді, бір жағынан уақыт жетіспейді, бір жағынан мүмкін өзінің бір іскерлігін, білімін жетпей қалатын жерлер бар шығар. Оны барлық біз қабылдаған заң бәрі дұрыс деп айтатын болсақ, кейін қайтадан неге дұрыстап қабылдаймыз? Әрине өмір өз өзгерістерін жасайды, бірақ бізде өмірдің соңына ермей, осындай жағдай болды екен демей, сол болатын жағдайды болжап алдын алуымыз керек. Жалпы парламентте жұмыс істеу бұл да маманданатын нәрсе. Қиын емес, қызық, Енді қиын деп айтатын болсақ, ол өзінің мүмкіншілігіне сенбейтін сияқты болсын, қызық деп айтады. Бірақ еңбекті талап етеді. Сіз жастар мәселесін көп көтересіз. Не байқап, не көріп, не елеп жүрсіз? Жастардың проблемасын қаржыландыру мәселесі үлкен проблема. Қай облыста болсын, республика деңгейде болсын, қаржы бөлінсе, бірінші қысқаратын сол. Ол жерге тек қана қалған ақшаны береді. Егер мысалы әр адам санын есептейтін болсақ, қазір Қазақстан тұрғындарының 30%-нан астам жастар. Бірақ оларға бөлінетін қаржы көп емес. Көп жағдайларда тек қана ұрандап қана жасаймыз, ал кейін оны ұмытамыз. Жүйелі түрде жасалған шаралар өте аз. Екінші, өткендегі мемлекет қызметке мораторий болған кезде де, мысалы, өте қате жасаған нәрсе деп есептеймін. Мысалы, сондай сияқты проблемалар бар. Жастар кездескен кезде бұл проблемаларды қояды. Түпкі мақсатым әрине мен өзім балдарымда бар жас. Мысалы, балдарыма дос болып, солардың проблемасын, мысалы, солармен бірге шешкен дұрыс көремін. Және солардың өздерімен ақылдасып. Мүмкін қазіргі жастар мен өз балдарыммен жасты болғаннан кейін мен балдарыма сияқты қараймын. Бүгін депутат кейіпінде емес, қазір мен мүлде басқа формада көріп тұрмын, басқа кейіпте деп айтуға да болатын шығар. Бұл жерге келіп тұруымыздың да өзіндік мәнісі бар. Дайвинг сіз үшін? Бұл енді дайвингті спорт деп айтады. Мен енді спорт деп есептемеймін. Өзіме бір аралдың сырдың бойында өскесін, судың проблемасы маған өте жақын. Сол себептен маған зерттеу мәселесіне өте қажет деп санаймын. Мұнайды зерттеуге, мысалы, суды зерттеуге қарағанда 40 есе ақшаны көп жұмсайды. Болашақты ойлайтын болсақ, судың мәселесін қарауымыз керек. Жаздай мен өзім зерттеу жұмыстарға осы
дайвинг арқылы жалпы облыстарға бару арқылы экологиялық проблеманы зерттеуге арнаймын осы уақытта. Сол себептен маған бұл спорт емес. Қалай екен судың астын? Табиғатты көрген жақсы, бірақ ішіндегі қоқысты көргенде адам әрине ренжиді. Сізге сәлемдеме беріп жүрді. Қалай істеймін? Бұл табиғатқа өзін жіберейік қайта. Жарайды. Алтын балықтарды кездестірген жоқсыз? Алтын балыққа сенетін уақыттан кеттік. Барлығы жамандықты жасайтын адамдар, жақсылықты жасайтын сол адам ба? Бүгінгі суға қатысты көп проблемалар сол адам өз қолымен жасалған нәрсе ғой. Ішіндегі проблеманы өз көзімен көрмесең қалай болады? Сондықтан да су астына түсуге бел байлап. Су астына да көру керек. Сіздердің отыратын жерлеріңізде жайлы, жалпы барлық жағдайларыңыз жасалынған, Ал кез келген бір мәселені көтерер кезде, депутаттық сауал жолдайтын кезде, осы мәселені, проблеманы көзімен көріп, жүрекпен сезініп, барлығы үйтіп істей алмайды ау деймін шамасы. Жоқ, енді 3 айда бір рет біз ауылға барамыз. Ауылға барғанда елді аралаймыз, ауыл шаруашылық адамдармен кездесеміз. Балықшылармен бірге балық аулаймыз, мысалы суға барамыз. Сол себептен өз көзімен көрген проблема басқаша болып көрінеді. Кабинеттен барлығы бірдей, мысалы тек қана ресми түрге берген ақпаратқа сенетін болсақ, әрине кейбір кезде шешім қабылдаған өте қиын. Өзім мамандығым математик, сондықтан фактыға сенемін. Былай қараған кезде тап-таза мөп-мөлдір су, бірақ енді лайлана бастаған. Біз оның ішкі әлемін көріп тұрған жоқпыз. Сіз барып келдіңіз. Егер осы сумен салыстыратын болсақ, сыртыңыз бүтін, ішіңіз түтін адамдар қатарына жатасыз ба сіз? Ішкі дүниең сыртқы дүниеңмен дұрыс болмаса, оны мүмкін қасындағы бір чиновниктерді немесе бір қатысты әріптестеріңді ма, саясаткерлерді ма басқаша көрсетіп айтуға жеткізуге болады. Ал халықты алдау қиын. Халықта көріп отыр ғой, мысалы, кім не айтып отқан, не жазып отқан. Біз мысалы кабинетте отырғанымыз бір ауылға барып кездескенде, ол жерде ешкім алыс саясатқа салмайды, тоқетердің бетіңе бірақ айтады. Не қарап отырсыңдар деп айтады. Не қылып көтермейсіңдер, неге айтпайсыңдар? Біз осындай болып жатыр. Аяқта өтірік ақпар беріп жатыр. Сіздер осыны қарап айтқандарыңды басқаша болар ма деген кезде, мысалы, кейбір кезде кіріп кететін жер таба алмайсың. Сол себептен біз екі түрлі болмауымыз керек. Негізі көрдік, сіз тәуекелшіл азамат екенсіз. Күннің суығына қарамай, мынау арқадағы 26-23 келі салмақты көтеріп суға қойып кеттіңіз, және бірден. Тәуекелшіл азаматсыз, Әлде мен қателесіп тұрмын ба? Тәуекелшіл болу керек шығар, кез келген адамды бір мақсатқа жету үшін, ол депутаттықта емес, жалпы өмірде. Тәуекелшілік деген қорықпау деген мағынада емес. Мен ойымша, әр нәрсенің қаншалықты қауіпі бар екенін біліп, және алдына қойған мақсатқа қаншалықты жетер алатынын білуің керек қой. Ол мақсат қойып жете алмағаннан кейін тағы болмайды. Дегенмен де тәуекелшілік деген шамалды бірақ батылдық болғанда дұрыс сияқты. Екеуіңіз де математиксіздер, Енді есеп-қисапқа жақын жүрген жандардың өмірі де есепке толы деп айтады ғой. Әр қадамдарын есеппен жасайды деп. Сіздерде қалай бұл жағы? Қиын емес пе? Жалпы екі адам бір бағытта, бір деңгейде ойланғаны, түсінгені өмірді дұрыс. 20 жылдан асты бірге тұрғанымызға, бірақ бір-бірімізді түсінуіміз оңай. Басында отбасын құрған кезде есеп болған жоқ қой ешқандай? Ол жағына есеп болған жоқ. Қай жылдары бірге бас қосыңыздар, қалай таныстыңыздар? Біз 86 жылы мен әскерден келген кезде Ардақ бірге біз Казгуда матфакта бірге оқыдық, математик факультетінде. Сол кезде мен тек қана армиядан бірінші келіп, деканатқа кіріп, документін тапсыруға келген кезде Ардақ приемныйда сол кезде жазда жұмыс істеп отыр екен. Практика есебінде. Ардақ сол кезде Томск университетін мен Казгуға ауысып отыр екен. Мен армиядан келдім сөйтіп. Сол жерде бірінші рет көргеннен, бір көргеннен сол махаббат болды. Соны әлі жалғасып келе жатырмын. Сол жерде дәл осындай отырысымен отырған. Өзгерген жоқ па содан? Өзгерген жоқ. Сол күйінше. Мен арқамда шығар. Осындай жарды таңдауда қандай критериялар болады? Бірінші ақылдылық,
екіншісі жақсы тәрбие болу керек, үшіншісі сұлулық болу керек. Осы үшеуі бірден келсе жақсы. Осындай критерийді мен мысалы өз балама айтамын. Сондай айтқан кезде бірінші Көзеғұлдым Ардақты елестетемін. Сабақты да кезінде менен жақсы оқыған, университетте жүргенде көшіреміз деп жүріп, көп сөйтіп Ардақ көп көмектеседі маған. Бала тәрбиесінде кім қатал, кім жұмсақ? Бала тәрбиесінің идеологиясын мен өзім белгілеймін, бірақ бұл саясатты Ардақ арқылы жүргіземін. Қазіргі уақытта мысалы баламызбен, қызымызбен тікелей жақын араласатын, барлық құпияларын білетін, барлығымен ашық ақылдасатын Ардақ. Дәл солай қастарына жүргеннен кейін дос болып жүретін де Ардақ, сосын ренжітетін де Ардақ. Ардақ енді қазір әке-шешеңізді бағып қағып отыр, бала тәрбиесіне осы кісі қарайды. Жұмысты да қойды дедіңіз, Бұл ерлік. Ал сіз Ардақ үшін қандай ерлік жасауға барсыз? Мен Ардақ үшін қайдам, енді барлық істеген тіршілігім барлығы Ардақ үшін деп ойлаймын. Енді осы уақытқа дейін Ардақ екеуміз бір-бірімізді жақсы көріміз, меніңше осы ер адамға байланысты ғой. Бұл ерлік деп айтып отырсыз ба? Ерлік емес, бұл үлкен мақсаттың бірі. Енді біз қазақшылық деп айтамыз, қазақшылығымыз да бар. Қызылорда облысында тұрғаннан кейін Ардақ келін болып үлкен кісілерге қастарына қарап отыр, ол бар. Бірақ бүгінгі өмірге сәйкес, мысалы, өмір түсініп, Ардақ бизнесқа араласатын, үйдің бүкіл тіршілігін, мысалы, үйде мен мысалы машина айдамаймын, Ардақ айдайды. Үйдің бірлік, жаңағы ремонтын немесе тіршілігін барлық. Мен түсінімше барлығы Ардақтың мойнында. Мысалы, мен мына жағын алып жүремін, екеуміз келісеміз. Ұлыңыз бен қызыңызға тоқталыңызшы, қазір олар қай салада? Мен енді қызымыз болашақ журналист, өте творчествоға жақын. Маған көбірек ұқсайды. Біз қызымыз екеуміз творчествоға жақындауымыз, көпшілікке жақындауымыз, көпшіліктің ортаға шыққанды дұрыс көреміз. Қызылордада Қорқыт атындағы университетті биыл жақсы бітірді. Болашақ енді қазір қызметке тұруды қазір ойластырып жатыр. Ұлым мысалы экономика мамандығын таңдады. Мен өзім онша оған қолдаған жоқпын, бірақ кейін қарасам, экономист көп болғанмен де экономиканы жақсы білу барлық кезде керек. Ол әр заматтың өз экономисттері болу керек. Депутатсыз. Көп мүмкіншілік бар қолыңызда. Балаларыңыздың мәселесін бірақ телефон қоңырауымен шешуге болады. Керемет жұмыстарға орналастыруға болады. Соны неге қолданбасқа? Өзім заңсыз жолдармен, туған туысқандықпен қызметке барып көрген жоқпын, және өз проблемамды шешіп көрген жоқпын. Балаларымдан сөйтіп үйретемін. Себебі мен ойым, мысалы, қызмет ол мәңгілік болмайды, қай қызмет болса да. Мысалы, бізде жүрміз, енді мемлекеттің берген айлығы бар, уақытша берген пәтері бар. Мен өзімен бірге тек қана спорттық тренажердан басқа бұл жерге дүние алып келген жоқпын да, артық дүниеміз жоқ. Мысалы, Қызылордада қанша жыл жұмыс істеп, үкімет жаңағы ипотекамен, мемлекеттік бағдарламамен пәтерін берді. Бірақ осы уақытқа дейін, 3 жыл болды көшкенімізге, осы уақытқа дейін, мысалы, әке-шешеміздің ескі бұрын 52 жыл болған үйінде тұрып жатырмыз. Мен ойым, одан ешқашан қысылмаймын, және ұялған емеспін. Мысалы, Ардақ екеуміз шетелге барып, бір қыдырып көрген жоқпыз. Ойымызда бар, бір мақсатымыз, Ардақ екеуміз Парижге барып, бір көрсек па деген арманымыз бар. Ардақ үшін сіз жауап беріп жатырсыз, Ардақ үшін айтып жатырсыз. Ардақ Францияға өзі барғысы келеді ме екен? Біз өзіміз бірге тұрған жоспарларымыз, сол енді жараласа, сол 2030-да пенсияға шыққанда сол кезде барып қайтармыз, бәрін көріп. Танысқан кезімізде сол Джода Сен өлеңін көп тыңдайтынбыз. Егер сен қасыңда болмасаң деген бір белгілі Джода Сен өлеңі бар, соны қазақшаға аударып өзіне арнап айтып берем деген мақсатым бар. Соған дайындалып жүріп. Үйдегі сіз сүйіп істейтін үнемі жасайтын меншікті міндетіңіз қандай? Меншікті міндет, егер Ардақ үйде болатын болса, мен еркелеп компьютердің алдында отырып, бүкіл дүние жүзіндегі интернет арқылы ақпаратты жинақтаймын. Сосын Ардақ үйдің тіршілігін жасап отқан кезде қасына әңгіме айтып жүрмін. Ең жақсы көретін тіршілігім сол.
Сізді өнерге жақын азамат деп естиміз. Кезінде би үйірмесіне қатысып, өнер көрсетіп, үлкен сахналарға шығыпсыз. Мен мектеп жасынан айналыстым 8-ші сыныпта. Бірінші осындай бір конкурс жариялаған екен, соған қатысып көріп, билей алмаймын деп бармай, бірақ кейін бұл өзіме қызық болып көрінді. Казгуде оқып жүргенде де би ансамбліне қатысып, біраз біздің елімізді аралап, әр жерге концерттерге барып. Мен биге қатысқанда ұлттық билерге қатыстым. Әртүрлі ұлттардың билері болғаннан кейін, әртүрлі ұлттардың салт дәстүрін, тарихын білу. Ол енді әрине қазір бүгінгі көп ұлттық Қазақстанда да бізге мысалы әр ұлттарды жақсы білуге, қарым-қатынасты жақсы жасауға өте қажет. Қазір қалай? Билеп тұрасыз ба? Қазірде бір ішкі өзіміздің бір үйдегі мысалы достардың арасындағы бір шаралар болса тысқа алмаймын, ортаға шығып кететін бар. Естуімше тағы сіз әуесқой фото суретші екенсіз. 25 мыңнан астам фотоңыз бар деп естідік суретіңіз. Ол кәсіпке қалай бейім болып жүрсіз? 32 жыл фотосуретпен алсам. Ең бірінші ата-анамыздың алып берген смена 8М деген кішкентай фотоаппараты бар тұғын. Сонымен бастадық. Ешқашан тастамаймын фотоаппаратын. Үнемі аласыңыздар. Қай жерге барсам да. Фотосурет деген бір сәтті мәңгілікке жалғастыру. Қолымды мезгілінен кешірмедім деген кездеріңіз болды ма? Онда көп өкінішке барғым келмейді. Жалпы мен көңілім оптимистпін. Әр болған нәрсе өз орнымен болды ғой деп ойлаймын. Ертеңін қайтарып алып келем деген ешқашан көңілде болмайды. Себебі әр сәт, мысалы, бүгін бір күн өмір сүрдім ба, бір сағат, ол сағаттың өзі жақсылығы болады, қуанышы болады. Одан ертең қайтып айналдырып келгенде ол басқаша болар ма еді. Көңіліңіз достан да, дұшпаннан да қалған кездер болды ма? Ол болды. Дұшпаннан көңіл қалған, ол үйреншікті нәрсе. Ең қорқатын нәрсеміз достардан. Ол мүмкін дос емес шығар, дос деп ойлап жүрген адамдардан. Ол ондайлар бар. Шын дос табу қиындау, себебі талаптарың да өзгереді өмірде. Дұшпандарың, мысалы, сені барлық кезде тәртіпке салып жүреді ғой. Дұшпандар болғанда жақсы ғой. Сіз бабында жүрім деп ойлайсыз ба қазір? Әлде жетіспейтін тұстарыңыз көп пе? Кемшіліктеріңіз? Бірінші кезекте адам өзін осал жақтарын, мықты жақтарын білу керек. Осал жақтарына қарсы әрекет жасау керек те, өзін мықты жақтарын пайдаланып, сол іске асыру керек. Ал сіздің мықтылығыңыз неде? Бірінші білімділікке сүйенемін. Әр нәрсені ізденіп түбіне жеткенін дұрыс көремін. Ал мен бір өзіме кейбір ұнамайтын осал жақтарым, енді кейбір қолына келіп тұрған нәрсені ертеңге қалдырамыз. Бұл кемшілік. Адам эгоист болмаса, ол биік жетістіктерге жете алмайды дейді. Сізде қалай бұл жағы? Кезінде Бисмарк айтқан екен, мемлекет романтик емес, мемлекет эгоист болу керек дейді. Өз халқына, өз мемлекетінде не пайдалы, сырттан ананы айтады, мынаны айтады, бізді былай жамандайды, былай айтады дегенге сенбей, халқың үшін жасау керек, эгоист деп айтса айта берсін. Сол себептен мен ойымша осы мемлекет тұрғыда қарайтын болсақ, мемлекетіміз эгоист болған дұрыс. Жалпы эгоизм деген ол нашар ұғым емес, енді былай жеме-жем келген кезде. Сіз эгоист адамдардың қатарынан емессіз ба сонда? Енді эгоист қатарында емеспін. Себебі енді таза эгоист болып, мемлекеттік қызметте мүмкін жұмыс істеген қиын шығар. Тек қана өзін бір шарасын ойлаған адам көбінесе бизнеске барады шығар деп ойлаймын. Қай істе болмасын бірінші болуға тырысатын тәуекелшіл азамат, оптимист, депутат Мұрат Әбеновтың меншікті мекеніне барлауымыз осымен тәмам. Біз оның жақсылығын асыруды мақсат етпедік, тек барды боямасыз көрсетуге тырыстық. Келесі эфирде жүздескенше.